осы күнге дейін мысалы басым ауырып ойбай не істесем болады деп неше күнім мысалы солай кетті ғой, енді күнім түнім кетті. Қарсыз қоғамға бардым, уже шешімін таптым. Мен қыздары сау болсын, жан жақты, кәдімгі заңды түрде маған көп мәлімет берді. Бұл жерде бәрі тегін, өте керемет. Енді мен любой адамға мысалы кредитке кіріп кеткен, жағдайы ауырлау адамдардың бәрін осы жаққа жіберер едім мен енді өзім. Жолдарының бәрін алдым енді, мен баратын жердің бәріне барамын. Менде қазір примерно 25 миллионнан жоғары сондай қарызға кіріп кеттім. Мысалы, график қойып береміз деп та, бірақ енді қазіргі менің жағдайымда мен бала күтімімен отырып қалдым да, неде. Графигіне де менің жағдайым келмейді да. Сол үшін мен қыздардан тағы дальше сұрадым. Менен басқа мүмкіндік жоқ па? Мен ертең оны жаба алмаймын ғой. Үйде отырған ана қайдан жабады мысалы? Да, онда банкротство деді. Бизнесім жүріп тұрған кезде мен бұл кредиттің бәрін төлеп тұрдым да. Менің ошибкам болды. Кредитпен жабу. Шығу жолдары да бар екені қатыссыз қоғам арқылы білдім. Осылай болады екен ғой деп, содан бері қарай мен қазір уже өзімді спокойно етіп, болады, бәрі нормально деп